Сәлем, озат оқушым. Бүгін бізде 76-шы сабақ түбір мен қосымша тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастырамыз. 49-шы жаттығу сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Сырғанап ойнау өте пайдалы, жиі сырғанап жаттыққан жөн, ондай бала көп ауырмайды. Түбір сөздерді тап. Түбір сөздер өте, жиі, жөн, бала, көп деген сөздер. Бұлар ешбір қосымшасы жоқ түбір сөздер болады, иә? Мына сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазып аламыз, және осы түбір сөздердің астын сызып қойсақ болады екен. Келесі бізде 50-ші жаттығу. 50-ші жаттығуда тірек сөздерді пайдаланып сырғанақта тақырыбына әңгіме құрастыр дейді. Қыз, балалар, шана, аяз, шаңғы деген тірек сөздер берілген. Сырғанақта деген тақырыпта осы тірек сөздерді пайдаланып былай әңгіме құрасақ болады. Қыз сырғанақ тебу мерзімі. Балалармен сырғанақта шана мен сырғанауды жақсы көремін. Сырғанақта көп балалар жиналып, түрлі сырғанау ойындарын өткіземіз. Қар үстінде шаңғымен жарысамыз. Күн аяз болса да далаға шығып сырғанақта ойнау өте қызықты болады. Мінекей сырғанақта тақырыбында осы тірек сөздерді пайдалана отырып, осындай әңгіме құрастырып көрсек болады, немесе өз ойларымен де басқа әңгіме құрап жазып көрсеңіздер болады. 51-ші жаттығу өлеңнің қатесін тауып көшіріп жаз. Жазда суда тебеміз, құмда күнге денеміз, жалаң аяқ жүземіз, қыста қызып күйеміз, коньки шаңғы жүреміз, жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Авторы Ермек Өтетілеуұлы. Бұны міне қатесіз былайынан жазамыз. Жазда суда жүземіз, құмда күнге күйеміз, жалаң аяқ жүреміз, қыста қызып денеміз, коньки шаңғы тебеміз, жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Міне көкпен жазып қойдым, соны түзеп жазып қойдым, соны көшіріп жазып аламыз қатесіз. Енді қарамен жазылған сөздердің түбір мен қосымшасын табамыз. Жазда, жаз түбірі, да қосымшасы. Құмда, құм түбірі, да қосымшасы. Қыста, қыс түбірі, та қосымшасы болады, иә? Мінекей осы үш сөзді түбірі мен қосымшасын тауып ажыратады екенбіз. Шығармашылық үзіліс. 52-ші жаттығу берілген әріптер қатарында жасырынған сөздерді тауып оқы дейді. Яғни бұл әріптер қатарында баскетбол, бассейн, боксшы, жүзгіш деген сөздер болады екен, иә? Енді тапқан сөздерің туралы не білесің дейді. Баскетбол дегеніміз ол доппен ойналатын ойынның түрі. Ал бассейн дегеніміз жасанды су айдыны, иә? Оған су толтырып қолдан жасаймыз, иә, бассейнді. Ал боксшы дегеніміз бокс спорт түрімен айналысатын адамды боксшы дейміз. Жүзгіш ол суда жақсы жүзетін адам екен. Осылай тапқан сөздеріміз жайлы не білеміз, соны айтып көрсек болады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.